Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен ерекше тәтті әрі хош иісті корица қосылған булочки дайындайтын боламын. Ең алдымен жылы сүтімізге қантымызды қосамыз. Және кішкене ұн қосамыз. Одан кейін ашытқымызды қосып, құрғақ ашытқымызды қосып, барлығын араластырып, осындай кішкене ашытқымызды дайындап қоямыз. Оны жылы жерге бетін жауып қойып қоясыздар. Бір 15-20 минут. 15-20 минуттан кейін осылай көтеріліп, күшті сіздерде ашытқы пайда болады. Оның үстіне жұмыртқамызды, ерітілген сары майымызды қосамыз. Және жақсылап араластырып алып, үстіне ұнымызды қосып, қамыр жинайтын боламыз. Қамырды басында осылай қасықпен араластырып, біріктіріп аласыздар да, одан кейін қолдарыңыздың көмегімен өте жұмсақ қамыр жинайтын боламыз. Қамырымыздың бетін жауып, 40 минутқа бетін жауып жылы жерге қойып қоямыз. 40 минут өткеннен кейін біздің қамырымыз көтеріледі. Қарапайым булочкалардың қамыры сияқты дәл. Енді қамырымызды ыңғайлап, тік төртбұрыш тәріздес қылдырып формада жайып аламыз. Домалақ қамыр илемейсіздер, себебі біз қазір ораған кезде әдемі форма шығу үшін осылай тік төртбұрыштес етіп жайып аламыз. Қатты жұқа қылдырмайсыздар, 1 сантиметрде болу керек қалыңдығы. Міне қамырымыз жайылып дайын болды. Бетіне ерітілген сары майымызды жақсылап біркелкі етіп жағып шығамыз. Келесі арасына себетін салмамызды дайындаймыз. Қантымызға 1 қасық какао, 1 қасық корицаны қосып, жақсылап біркелкі етіп араластырып алып, осыны жаңағы май жаққан қамырымыздың үстіне сеуіп шығамыз. Барлық жеріне бірдей етіп сеуіп шығамыз. Және дәл видеода көріп отырғандарыңыздай рулет құсатып ораймыз. Тығыздап ораңыздар, сонда қазір кескенде ашылып кетпейді. Міне дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп, барлығының көлемін бірдей қылдырып, кесіп дайындап аламыз. Дайын болған булочкаларымызды бетін жауып, көтерілгенше 25 минутқа жылы жерге қойып қоясыздар. Содан кейін алдын ала қыздырылған духовкада пісіріп аласыздар, және суытып қойып қоямыз. Келесі булочкамыз суығанша бетіне жағатын кремімізді дайындаймыз. Салқын сливкаға қант ұнтағын қосып, екеуін жақсылап миксерлейсіздер. Сливки қоюланып, өте әдемі крем дайын болады. Әбден суыған булочкаларымыздың бетіне осы кремімізді жағып шығамыз. Барлық жеріне біркелкі етіп жағып шығыңыздар. Өте дәмді болып шығады. Крем барлық жеріне өтсе, тисе, яғни. Осымен біздің ерекше тәтті әрі хош иісті корица қосылған булочкаларымыз дайын болды. Дәл менің рецептім бойынша сіз де дайындап, өз отбасыңызды ерекше тәтті булочкамен қуантыңыз. Булочка сөзсіз тәтті болып шығады. Видео ұнаса, соңына лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз, және менің каналыма жазылып қойыңыз.